Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сырный суптың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бұл суп оңай әрі тез жасалынады. Ең алдымен тауықтың төс етін қайнатып пісіріп аламыз. Одан кейін керек көкөністерді видеода көрсетілгендей тураймыз. Яғни бізге керегі пиязды осылай майдалап, кубиктап тураймыз. Одан кейін керегі бізге сәбізді осылай теркадан өткізіп аламыз. Және картошканы да осылай кубиктап тураймыз. Одан кейін сковородкаға майымызды салып, пияз бен сәбізімізді қуырып аламыз. Менде тауықтың төс еті пісті, оны алып аламын және жақсылап араластырып, пияз бен сәбізімізді осы сорпаға қосамыз. Қосып, жақсылап араластырып, қайнағаннан кейін картошкамызды саламыз. Картошкамызды салып, бетін жауып пісіріп аламыз. Осы кезде жаңағы тауық етін турап, оны да қосатын боламыз. Енді сорпамызға 2 тісше чеснок қосамыз, жақсылап майдалап тураймыз. Одан кейін укроп қосамын. Петрушка қоссаңыздар да болады. Сорпа қайнағаннан кейін плавленый сыр қосамыз. Барлық керек ингредиенттердің барлығын описание бөліміне мөлшерімен жазып қалдыратын боламын. Сырды қосып, жақсылап араластырамыз, еру керек толық. Одан кейін сарымсақты қосамыз. Тұзын көріп, дәміне қарай тұзын саламыз. Қайнағаннан кейін мен вермишель қостым. Бұл міндетті емес, қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Қайнап, барлығы толық піскеннен кейін укропты саламыз. Жақсылап қайнатып аламыз бір. Сорпамыз дайын болып қалды. Енді ыдысымызға салып ұсына берсек болады. Бұл өте дәмді, жасап көріңіздер, кеңес беремін. Оңай әрі тез жасалынады. Сорпаның үстіне сухаримізді салып ұсынсақ болады. Видео ұнаса, маған лайк баса кетіңіз. Рахмет, ас болсын.